Балалар, әдебиеттік оқу 2-ші сынып 13-ші сабақ. Тақырыбы менің отбасым. Өлеңдегі негіз ойды анықтауды үйренесің. Мәтіннің мазмұнына қарап, тақырыбын болжайсың. Өзіңнің отбасың туралы әңгімеле. Балалар, әркімнің өзінің отбасы бар. Әр отбасының өз жанұясы болады. Менің де отбасым бар. Отбасымның мүшелеріне анам, әкем, атам, әжем, інім және мен жатамын. Анам үй шаруасымен айналысады. Ол бізге әр күн сайын дәмді тағамдар жасайды. Дастарханда барлығымыз ас ішеміз. Болғаннан кейін барлығымыз қолдарымызды жаямыз. Ал атам батасын айтады екен. Бүгінгі тақырыпта Әбдібай Табылдының бірнеше өлеңдер берілген, осы отбасына арналған. Ана, әке, ата, әже туралы. Осы өлеңдерді мәнерлеп оқыңдар балалар. Ата өлеңінің мазмұнын суретпен байланыстырып әңгімеле. Ата үлкен, қарт кісілерге айтылады. Үйде қарт кісі болса, қазыналы үй деп айтады. Себебі ата әжелер төрге отырып, жастарға ақыл кеңесін айтып, ақ батасын береді. Енді ережені еске сақтайық. Мәтінде не туралы жазылған тақырыбына қарап болжаймыз. Ана өлеңде баланың анасына деген тілегі мен сезімі айтылады. Бұл мәтіндегі негізгі ой. Өлеңді оқып, менің атам, менің отбасым деген тақырыптардың бірін таңда. Әппақ күміс сақалды, жақсы көрем атамды, шахматтан ол бүгін менен тағым мат алды. Кім туралы балалар? Ата туралы. Ендеше өлеңнің аты менің атам. Өлеңдердегі негізгі ойды мұғалім көмегімен анықта, өзіңе ұнаған өлең жаттап ал. Өлеңдегі негізгі ой отбасындағы мүшелерді құрметтеу, сыйлау. Жаңағы алдында өздерің оқып кеткен өлеңдерден. Өзіңе ұнаған өлеңді жаттап ал. Мен мысалы осы ана деген өлеңді таңдап, жаттап алуға тырыстым. Бүгін біз балалар өлеңдерді мәнерлеп оқып, өлеңдердің негізгі ойын анықтадық және өлеңдегі тақырыпты таптық. Осымен сабағымызды аяқтаймыз.